Челси Роналдуды сатып алғысы келе ме? Эвертонның жаңа басшылары және Хавидің төрешілерге шағымы. Осы және өзге де жаңалықтар жайлы бүгін айтатын боламыз. Достар, YouTube видеоны басқа да адамдарға ұсыну үшін лайк өте маңызды. Сондықтан егер видео ұнаса, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Бәріңізге алдын ала рахмет. Ал біз көп созбайық, бастаймыз. Челси алдағы қыста қыруар қаржыға құрамын күшейтуді жоспарлап отыр. Бірнеше күн бұрын командаға Нкунку қосылатыны белгілі болды. Ал қазір Рафаэл Ляу жайлы сөз қозғалып жатыр. Челсидің жаңа бас бапкері Грэм Поттер Ляуды сатып алуға қызығушылық танытып отыр. Милан өз ойыншысын 100 миллион евродан төменге сатпайтыны белгілі. Бірақ Челси басшылығының мақсатын ескерсек, бұл трансфер орын алуы әбден мүмкін. Сонымен Челсиге екі ойыншы үшін 150 миллион евро төлеуге тура келеді. Бұдан бөлек Грэм Поттер журналистердің Роналдуды сатып алғыңыз келе ме деген сұрағына жауап берді. Мен біздің командада ойнамайтын ойыншы жайлы сөз қозғағым келмейді. Роналду, біз бұл сұрақ үшін бір күнімізді жұмсауымыз мүмкін. Ол қазір біздің ойыншымыз емес. Сондықтан ол жайлы айтқым келмейді, деді Челси бас бапкері. АПЛ-дың 8-ші турындағы MU-дің Ман-Ситиден жеңілісі Роналду командаға керек пе деген сұрақты қайта көтерді. Командасы 6-3 болып ұтылып жатқанын Роналду қосалқы құрамнан көруге мәжбүр болды. MU басшылығы да Тен Хагты жұлдызда сатуға дайын. Және Роналду Манчестерден алдағы қыста кетуі мүмкін. Әрине, Тен Хаг Роналдуды жіберуге дайын. Бірақ арзанға емес. Бапкер қыста құрамда біршама күшейтуді жоспарлап отыр. Жазда бұндай жоспар орындалмай қалған еді. Осы қыста алаңға шықпай жүрген Ван де Бек те сатылуы мүмкін. Роналдудың өзі кетуге нақты шешім қабылдады. Жақын арада Эвертонның иелері ауысады. Қазір балғашыларды ирандық кәсіпкер Фархат Мошир басқарады. Қыруар қаржы мен үлкен мақсаттарға қарамастан Моширдің басшылығы сәтсіздіктерден арылмауда. Өткен маусымда Эвертон тіпті чемпионшипке ұшып кете жаздады. Financial Times басылымының хабарлауынша, Мошир америкалық кәсіпкер Мачеку Коминскимен келіссөздер жүргізіп жатыр. Ливерпульдық клуб 400 миллион фунт стерлингке сатылуы мүмкін. Шкриньяр PSG-ға кетуі мүмкін. Бұл жайлы қауесеттер көптен бері таралып жүр. Бірақ PSG-ның ұмтылысына қарасақ, бұл трансфер орын алуы әбден мүмкін. AS басылымының хабарлауынша, парижіктер Шкриньярды алдағы қыста бар болғаны 20 миллион евроға сатып алуды жоспарлап отыр. Қорғаушының кетуінен бөлек Нарадзуриден бас бапкер Симоне Инзагиде қуылуы мүмкін. La Gazzetta dello Sport басылымының хабарлауынша, Интер басшылығы бас бапкер етіп Деян Станковичті тағайындауды жоспарлап отыр. Деян Интердің бұрынғы ойыншысы. Осыған дейін Сервена Звездада бас бапкер болған. Қысқасын айтқанда, үлкен клубтарды басқаруда тәжірибесі жоқ, және Интерді күшейтетініне кепілдік те жоқ. Барселона бас бапкері Хави Интерге қарсы өткен ойындағы төрешілерге наразы. Айта кетейік, Барселона Нарадзуриден 1-0 есебімен жеңіліс тапты. Мен аушулымын, себебі біз әділетсіздікке тап болдық. Біз өте маңызды ойында жеңіліс таптық. Интер ойыншысы қолмен ойнап ереже бұзды. Бұл спортта төреші өте маңызды. Сондықтан ол өз шешімін түсіндіргенін қалаймын. Ол маған ештеңе түсіндіргісі келмеді. Бұл чемпиондар лигасы. Бұл жерде бәсекелестік өте жоғары. Біз қатты шабуылдауға тырыстық. Бірақ Интер жақсы қорғанды. Мені бұл жеңіліс қатты алаңдатады. Шынында да Интер ойыншысы қолмен ойнады. Бұл анық көрінді. Төреші тіпті варды да қарады. Бірақ пенальти белгілемеді. Хавидің командасы үшін бұл шынында да маңызды ойын еді. Барселона қазір топта 3-ші орында тұр. Ал алдағы Баварияға қарсы ойында тағы да жеңіліс тапса, каталондықтар Европа лигасынан бірақ шығуы мүмкін. Достар, осымен бүгінгі жаңалықтар соңына жетті. Егер видео сізге ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.